неке шарты жалпы бізге керек па? Неке шарты дегеніміз не? Сол сұраққа жауап берейік. Сіздермен әдеттегідей Шыныбаев Марғұлан. Бүгін жалпы тақырып неке шарты туралы болады. Не үшін неке шарты тақырыбы? Өйткені біз айтып өткендей баланың туылысынан бастап қартайғанға шейін барлық өмірде не болады, қалай болады, соның бәрін айтып шықпақшымыз, консультация бермекшіміз. Сондықтан бүгінгі тақырып неке шарты. Жалпы неке шарты не үшін керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, неке шарты мынандай жағдайда керек болуы мүмкін. Мысалға, жасы келген ерлі-зайыптылар болуы мүмкін. 30-дан асып кеткен, мысалға, әйелдің мүлкі бар, ал күйеуінің мүлкі жоқ. Сол кезде мысалға күйеуі бір аферист болуы мүмкін, ойы, ниеті дұрыс емес болуы мүмкін. Сол әйел адам өзін қорғау үшін неке шартына тұруды талап етуі мүмкін. Мысалға, неке шартына тұрасың, осыған дейінгі мүліктердің болмаса осы былай болады, менікі болады, ертеге бизнестен алған мүлік менікі болады, ал сен өзің ортақ мүліктен алған ақша, ол ортақ мүлік саналады. Яғни өзін қорғау үшін болашақта. Біз білмейміз қазір некеге тұрғаннан кейін ажырасып кете ма, арға жарасып тұра ма екен. Сондықтан ажырасып кеткен жағдайда жаңа әйел азаматы өзінің мүлкі өзінде қалуы үшін осындай шартқа тұруды талап етуі, өзін талап ету арқылы өзін қорғаса болады. Бұл бірінші жағдайда. Екінші жағдайларда кейбір кездерде мысалы бизнес өте күшті дамып кетті. Некеде тұрғандарына 15-20 жыл болды. Арада бір кикілжің пайда болды. Сол кезде ерлі-зайыптылар біріне жаңағыдай подозрение түспес үшін осы неке шартына отыруға болады. Яғни белгілі бір мүлік сенікі болады, белгілі бір менікі болады. Егер ажырасып кетсек, осындай жағдай болады деп неке шартына отыруға болады. Бұл енді ситуациялар да. Жалпы неке шарты керек деп айтып жатқан жоқпын. Кей кезде неке шарты мұсылман дініне де қарсы болуы мүмкін, кейбір условиялар, бірақ не де болса да жаңағыдай бұл бар дүние, бізге компанияға келіп түседі, бірнеше неке шартын жасап бергенбіз өзіміз. Сондықтан сұрақ болғаннан кейін, потребность болғаннан кейін осыны біз талқылап отырмыз жалпы неке шартына байланысты. Неке шарты не үшін керек екенін түсіндірдім. Неке шарты міндетті ме жасауға деді. Неке шарты міндетті емес жасауға. Бұл сұрақтар келіп түскен. Міндетті емес, жалпы некеге тұрсаңыздар, егов арқылы сол жеткілікті. Некені тіркеу туралы алдында видео шығарылды. Сол некені тіркеу туралы қарасаңыз, сол некені тіркесеңіздер болды, сол жеткілікті болады. Неке шарты несімен жақсы дейді. Неке шарты несімен жақсы? Ол неке шарты жалпы сіздердің болашақтағы риск, тәуекелдеріңізді жабады. Кейбір кезде мынандай болуы мүмкін. Мысалы, күйеуі әскери қызметте болуы мүмкін. Әскери қызметте болуы мүмкін. Әскери қызметпен жаңа үй алғысы келеді, бірақ өзінің үйі бар. Үйін алады да енесінің атына ресім жеп қояды. Мысалы, әйелінің атына ресім жеп қояды. Мысалға. Ал ресім жеп қойған үй жоқ болады. Үй жоқ болғаннан кейін кезекке тұрып, әскери қызметкер ретінде үй алуы мүмкін. Ал будущем ажырасатын болса, жаңағы үй сыйлап жүрген енесінің атына қалып қалады да, оны қайтып ала алмай қалады. Хотя бұл формально негізі. Мысалға. Сондай кездерде осы неке шартын жасап қойған. Неке шарты бойынша осындай келісім бар, осы кісінің уақытша атына аударылады, бірақ бұл ортақ мүлік болып саналады. Негізі осындай уақытша аударылады деп, сол неке шартына отырып алса болады. Өйткені вдруг ажырасып кететін болса, онда жаңағы күйеуі былай айтқанда үйден айырылып қалады. Мысалға, осындай кездерде неке шарты жақсы, өзінің рөлін ойнайды. Содан кейін мысалға тағы бір мысал келтірейік, енді түсінікті болу үшін неке шартының несімен жақсы екенін. Балалар бар.
бір әйел 3 баласымен ажырасып кетті да екінші рет күйеуге тиді. Екінші рет күйеуге тиді да, күйеуге тигеннен кейін балаларды мысалға екінші күйеуі асырап алды. Сол кезде егер ажырасып кететін жағдай болатын болса, неке шарты бойынша балалар әйелінде қалады деп анықтауға болады. Болмаса балаларға осындай белгілі бір қаражат көмек көрсетіледі. Белгілі бір мөлшерде қаражат болады, үй болады деген сияқты. Сол сияқты көрсетіліп қойса болады. Мысалы балаларға тиіспеу, балаларға тиісетін жағдайда осындай болады деген сияқты санкция жасап қоюға болады. Неке шартының жалпы ішінде енді сіздер еріктеріңіздер, әркім өз еркіне не жазса да ішінде, қалай жазса да екі жақ келіссе болады ең бастысы. Неке шартында қандай мәлімет жазылады деген сұрақ бар. Неке шартында жалпы қандай мәлімет жазылады? Неке шартында аты жөні екі адамның, одан кейін олардың мүліктері, олардың келісімдері, осының барлығы толық жазылады неке шартының ішінде. Ажырасып кетсе шартты жұмыс істейме. Ажырасып кеткен жағдайда осы неке шарты как раз жұмыс істейді. Яғни кімге қандай мүлік қалады, неке шартымен жұмыс істесе болады. Мұсылмандық неке шарты деген бар ма дейді. Мұсылмандық неке шарты деген как таковой енді термин жоқ, былайдан айтқан, бірақ мұсылманның шариатқа сай неке шартына отыруға болады. Мысалға, әйел азаматы еркегін тыңдайды, еркегінің келісімінсіз бір белгілі бір жұмыс жасамайды, күйеуі әйелін ұрмайды, ұрған жағдайда мынандай болады. Одан кейін әйелі мысалы хиджаб киеді, кимейді, бәрін жазып қоюға болады. Осын кейін екеуінің құқықтары мен міндеттері, мысалға табысты қалай табу керек, қалай бөлінеді, соның бәрін неке шартының ішінде жасап қоюға болады. Шариатқа сай жасап қойсаңыздар, мұсылмандық неке шарты болып шыға келеді. Имамдармен келісе отырып, неке шарты өзіңіз жасадыңыз ба дейді. Сондай сұрақ түсіпті. Жоқ, неке шартын мен өзім жасаған жоқпын. Біз әйелімізбен, енді жұбайымызбен үйлендік, мұсылманша некемізді қидық, ЗАГСке тұрдық, бірақ арамызда неке шарты жоқ. Бізде ортақ мәміле, Аллаға шүкір, бар. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз. Енді Алла бұйыртса, ары қарай да жақсы өмір сүреміз деген ойдамын. Біздің менталитетке келе ме дейді бұл неке шарты. Біздің менталитетке сәл кішкене келмейді деп айтсам болады. Біздің әлі қабылдамаймыз бұны. Европа елдерінде, осы Россия елдерінде, шеттер ақш елдерінде әрине менталитетіне келетін шығар. Біздің менталитетке сәл келмейді бұл неке шарты. Бірақ келмесе де қазір енді бізде европезированный адамдар, светское государство дейді. Сондықтан кейбір жағдайларда неке шарты жасалуы мүмкін. Бұл бізге керек па дейді неке шарты. Керек па, керек жоқ па, өздеріңіз шешіп алыңыздар. Жалпы бұл информация енді сізге берілді. Егер неке шартына отырғыңыз келсе, отырсаңыз болады. Неке шартын айтпақшы нотариуста ресімдесе болады. Нотариуске келесіздер, неке шартын нотариус жасап береді сіздерге. Жалпы неке шартында егер бір кабальные условия дейді ғой, егер екінші тараптың құқықтары мен міндеттері тапталып тұрса, ондай жағдайда неке шартын жарамсыз деп тану туралы талап қою мүмкін. Сол құқығы тапталған адам сотқа беріп, сөйтіп осы неке шартын бұзуға да болады, егер құқығы әрекетіне тапталса. Мысалы, өзіне невыгодный жағдайға әкелсе сол неке шарты. Сондай жағдайда жаңағыдай неке шартын жарамсыз деп тануы мүмкін. Бұл жалпы информация неке шарты туралы. Сізге енді ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Енді керек болмаса да керек қылмасын сіздерге, бірақ біле жүріңіздер, біле жүріңіздер. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Егер тақырып ұнаса, жаңағыдай астына лайк, комментарий, подписка, сосын достарыңызбен бөлісе отырсаңыздар.